Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сіздерге асқазан ойық жарасында ең жақсы көмектесетін капуста туралы айтамын. Егер сіз дұрыс тамақтансаңыз, әрине жара болмайды. Бірінші, тамақтануды өзгерту керек. Ойық жара дегеніміз не? Бұл асқазан немесе ішекте пайда болған тесік, сол жердің шырышты қабатының зақымдалуы. Оның пайда болу себептері стресс, нутриенттер жеткіліксіздігі, хеликобактер пилори бактериясы, қабынуға қарсы стероидты емес дәрілер, ауырсынуды басатын кетанол, парацетамол сияқты дәрілердің жанама әсерлері. Асқазанда ауырсыну тұйық, ашып ауырсынады және аш қарынға ауырсынады. Асқазан ойық жарасында жиі қолданылатын дәрі амепразол немесе амес. Ол ингибитор протонды помпа тобына жатады. Оның әсері асқазанда қышқыл түзілуін тежейді. Әрине бұл дәрі жақсы көмектеседі, бірақ жағымсыз әсерлері бар. Метеоризм, іштің кебуі, құсу, жүрек айну, бастың ауырсынуы. Амепразолдың тағы бір жанама әсері, оны ұзақ уақыт пайдаланғанда асқазан қышқылдылығы төмендейді. Соның әсерінен В тобы витаминдері, темірдің сіңімділігі төмендейді. Енді көбімізде сұрақ туындайды, оған альтернативті дәрі бар ма деген. Ғалымдар зерттеу бойынша асқазан ойық жарасында капуста шырыны қабылдаған науқастарда жара 83%-ға жазылған. Ал амепразол қабылдаған науқастарда 81%-ға жазылған. Тағы бір зерттеулерде тиметидин мен капуста шырыны қолданылған. Капуста шырынын қабылдаған науқастар асқазан ойық жарасынан 2 аптада жазылған, ал дәрі ішкен науқастар 4 аптада емделген. Бұл зерттеулерден капуста асқазан ойық жарасында жақсы көмектесетіні дәлелденген. Капуста құрамында сера байланысынан тұратын глюкозинолат тобына жатады. Глюкозинолаттар хеликобактер пилорины жояды. Себебі көбіне жара пайда болу себебі хеликобактер пилори бактериясы. Сондықтан капуста жарада жақсы көмектеседі. Дені сау адамда хеликобактер пилори патогенді әсер етпейді. Асқазанда қышқылдылық төмендегенде хеликобактер пилори бактериясы көбейіп, жара пайда болады. Асқазанда қышқыл жетіспеуінен асқазан pH ортасы сілтіге өзгереді, ал қалыптыда асқазанда pH 1-ден 3-ке дейін, яғни қышқыл болу керек. Сондықтан осы бактерия көбейіп, жара дамиды. Капустаны қалай қолдану керек? Жоғары температурада өңделген капустада ол пайдалы зат сақталмайды. Сондықтан шикі капустадан шырын жасаған ең пайдалы болып табылады. Немесе буда дайындау керек. Буда дайындағанда 97%-ға пайдалы заттар сақталады. Организмге ферменттелген квашеная капуста өте пайдалы. Квашеная капустада бұл зат аз болады, бірақ сіз пребиотиктер, ішек үшін пайдалы бактерия аласыз. Капустаны шикі түрінде, шырын түрінде, буға пісіріп немесе ферменттелген түрінде қабылдаған ағзаға өте пайдалы. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.